прежней работы. Но на выставке работы только последних 3 лет. Нету ранних работ. Вот если бы вы увидели его ранние работы, вы бы поняли, что я хочу сказать. Он писал совсем другой техникой. Он писал в другой манере. Это была совсем другая живопись. И вот когда он поступил в магистратуру, да, можно сказать, его ломали. И он с удовольствием это делал. Он хотел попробовать по-другому посмотреть на живопись. Совсем по-другому, не так, как он делал до этого. И вот за эти годы у него именно этот интерес проснулся. И вот все его работы сделаны именно так, как он вот его учили в магистратуре. Я думаю, что вот это качество не всем присуще, потому что люди иногда, как бы сказать, на одном стоят и не хотят меняться. А у него есть качество, он хочет подчеркнуть очень многое из окружающего мира и научиться от тех людей, с которыми он работает. Поэтому я хочу пожелать Сережану дальнейших успехов, чтобы он не останавливался на достигнутом, чтобы его творчество дальше расцветало, и он пробовал все, что в его силах, потому что он очень талантливый и очень творческий человек. И от имени нашей кафедры я хотела ему сделать маленький презент в честь его вот первой персональной выставки. Действительно, Гульнара, я думаю, наш заведующий кафедры, я думаю, подчеркнул очень тонкую грань, что действительно художник должен постоянно быть в поиске, каждый раз искать новые технологии, темы. Поэтому вот у нас советские традиции осталось, что мы одни художники рисуем одну и же тему, мы можем 20 лет их носить, да, скажем, 30 лет. Поэтому вот за рубежом, оказывается, вот аналитика искусства такая, что они быстро художника обрабатывают, про него анализ делают и быстро ему спрашивают, что дальше ты будешь делать, понимаете? За год буквально художник, они, оказывается, полностью по полочкам расставляют и говорят, что дальше. В этом плане, поэтому нашим молодым художникам вы должны тоже учитывать момент, что вот, например, Селикжан, он говорит, меняется, действительно, Селикжан на глазах его работа, я вижу поиск творческий. И это очень хороший, я думаю, творческий поиск, и должны это все учитывать. Так, следующее слово хочу передать нашему Аксакалу, член Союза художников, живописцу, общественному деятелю. Он тоже хочет какие-то свои интересные мысли, вот молодым художникам сейчас сегодня, я думаю, сам скажет. Марат Ағамыз да сөз бермейді. Құрметті университет қауымы, әріптестер, Шәке, мынау жақсы көрме болып жатыр. Өте қуаныштымыз, құтты болсын. Енді бәрі айтып жатқан қысқа сөйлемей қояйын. Мына суретшілер, астана суретшілер артынан жасаған осындай көрме ашып, жақсы болсын. Қалғысын көрсетіп Наш киім шығар, мен бұрын суреттеріне қарап шықтым, суреттерден қарап. Бұрын Шәкенің жұмыстарын тұтастай көрген болатын, бірақ трансфердің темір шығармашылығының барлық сандық көше болған екен, персоналдық сандығынан көресін, қалай көрсегенін, қай жерге жеткенін, қандай дәрежеге жан-жағын көріп, сондай қуаныш жағдайда тұрмыз. Мынау өнердің барлығы қарасам бір құрылысы бар. Ол ақын сөзбен жазады, әншілер, композитор оймен жазады, суретші ойымен жазады. Сен бүгін қарап отырып, сен өз ойымен өзінше сөйлейсің. Тамаша жұмыстарын көріп, жақсы жақтарын көріп, жұмыстардан сондай қуан, жақсы өзініп тұрмыз. Өнердің күшінің өзі сол ғой. Адамды қарағанда, картинаның алдында ең ұзақ картина Леонардо да Винчидің Мона Лизасының алдында зерттеушілер қарағанда 8-ақ минут тұрды. Ең ұзақ тұратын адам. Қарап отырып, менің жұмыстардың алдында 8 минут болмаса да бір 3-4 минут тұрдық кейбір жұмыстардың алдында. Олар жақсы нәрсе. Сен жан дүниеңмен
сондай қазақтың жаңағы әнді де музыканы да қазақтың өнері болмаса ағаның тамырын жағаласып келе жатқан барлық өнерлік соның барлық көрініп тұр. Сен алдағы кезде ізденіс көбірек болса керек. Мен әсіресе сенің жұмыстарың, мен өзім пейзажшы болғаннан кейін жұмыстар пейзаждарға көбірек назар аудардым. Мына этюдтерің жақсы, этюд деген өзі байқау деген нәрсе ғой. Ол этюдте көбірек шықсаң, сен даңғылықты өсе түсесің. Өйткені этюд художникті өсі жақтанды светтерден аулақпай палитраны өзгереді, и композицияны өзгереді, кеңістік пространствоны сезінесің. Енді алдағы этюдте көбірек шықсаң деген тілегіміз бар. Сосын композицияны әлі тереңдете түссең, режиммен екеуі. Әлі сен енді 4-5 жылда жақсы шығармалар тудырасың деп елді таңғалдыратындай. Сен демін жолың болсын, жақсы болсын, сондай бір қуанып тұрсың, көңілмен келіп сондай бәрі тұтастай шығармаларын көріп тұрғанымда. Ал енді бүгін осы неге көрмеге келіп отыр. Өте әдемі көрме салды. Осы оқушылар сарайының деңгейінде қалып қоймай, Астанадағы үлкен бір галереяға айналсамыз. Мен ертең сенбі күні суретшілер одағының отырысы болады. Мынау деймін, осы мәселені көтеріп, суретшілер жақсы байланысты болуымыз керек. Осы жерде жиі көрмелерді жасауымыз керек. Сосын бір ұсыныс жасап отырмын. Бәрі келіп отырып, мұғалімдерге қанша үйірмелер бар. Сонда жақсы дәрежеге жетіп қалған суретшілерді қатыстырып, бір 2 күн этюдке шығып ұйымдастырсақ дейміз. Суретшілер одағы сәттіге көтереді Астана. Осы суретшілер бәріміз қатысып, қаланы сыртқылама бір 2 күн этюд ұйымдастырсақ. Сөйтіп осы жерде көрмелерді соның өз мардық келеді. Сонда бұл арбаға жалғаса береді деп ойлаймын. Мен де келе көрмемді осы жерде өткізсем деймін. Сосын арбаға жалғасып, осы жер бүгін Астанадағы бір жақсы, өткені салық экспозицияға өте жақсы. Сол дәрежеге жете берейік. Барлығымызды өстіп, осында әдемі өтіп, Ал енді қымбатты қонақтар, бірақ көп сөйлегенде де жаңа алып кетеді, артық айтпай-ақ қояйық. Сондықтан бүгін көрменің ашылуына осы Сержан үлкен бәріміз батамызды беріп жатырмыз, үлкен ақ жол. Осы көрменің алдында мына кімнің бауыры Есқат деген бауыр келіп тұр екен. Бір өлең айтып, қазақша домбыраның иісін шығарып, дауысын шығарып, бізге осы көрменің тұсаукесерін ашты.
Ал енді құрметті көрермендер, соңғы сөзді осы көрменің авторы Серікжан Қырықбековтың өзіне бергім келеді. Өз бір-екі сөз лебізін айтсын. Құрметті өнерсүйер қауым, ұстаздар, өнертанушы ғалымдар, суретші достар, және бүлдіршіндер, сәлеметсіздер ме? Бүгінгі менің көрмеме келіп, суреттерімді тамашалап, мені осындай қолдап қуаттағандарыңызға мыңдай алғыс айтамын. Енді жалпы менің суреттерім осы Тәңіртаудың етегінде туылдым өзім. Тәңіртау тауға барып, тау баласы тауға барып өседі дейді. Соған